Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге Демалма атты фильмнің екінші бөлімін қысқаша ғана айтып беретін боламын. Егер бірінші бөлімді көрмеген болсаңыздар, астына сілтемесін қалдырдым. Сол арқылы кіріп көрсеңіздер болады. Кеттік ендеше. Бір үй өртеніп, содан қашқан кішкентай қыз есінен танып құлайды. Содан 8 жыл уақыт өтіп, орман ішінде Феникс дейтін қыз біреуден қашып жүргендей болады. Кейін бір ит жүгіріп, оны қуа жөнеледі. Жеткізбеуге тырысып, тор қоршаудан секіріп, иттен құтылады. Сосын бір көлікке жақындап, ондағы қаруды ұстайды. Сол кезде артынан соқыр кісі кеп, одан қаруды алып қойып, сен өлдің дейді. Ол әкесі екен. Осылай қызын жаттығудан өткізіп жүр. Оның басқа да сабақтан тесттерін қолдарымен тексереді. Қызы анасы жайлы сұрап, әкесі ол сен сияқты ақылды еді. Болған өрт бәрін жалмады. Сені ғана құтқарып үлгердім дейді. Тесттерін тапсырып, қалаға барғысы келеді. Алайда әкесі сен аман қалу тестінен өтпедің, бәрінен өт, сосын барасың дегенге келтіреді. Яғни әкесінің қатал екені. Қызын өзгелерден оқшауда ұстап, оны қорғап жүргендей көрінеді. Шалға өзі сияқты соғысқа барып келген Эрнандес дейтін таныс қызы келіп, оның көлігіне өзінің жасыл желектерін артады. Фениксті менімен жібересің ба десе, жоқ деген шалға, қара бір күні өзі қашып шығады дейді. Ойланған ол кеш батқанша қайт деп қызын Эрнандеспен жібереді. Айналадағы үйлердің бос қалғанын байқаймыз. Бұл жақта олардан басқа ешкім тұрмайтынға ұқсайды. Сөйтіп жанармай бекетіне тоқтап, гүлдерді өткізеді. Бекеттің қасында жаңа өсиет баспанасы болады. Яғни балалар үйі секілді паналайтын жер. Алаңқайда итмен отқан Феникс, жалғыздықта өсіп жатқан ол, сондағы балалармен ойнағысы кеп, көңіл көтеріп жатқандай елестетеді. Кететін кезде әжетханаға кіріп шықпақшы болады. Бір еркек мен Райланмын деп амандасады. Үрейленген қыз оған кетуім керек, әкем уайымдайды дегенде оны шығармайды. Сол кезде иті ырылдап жақындайды. Саусақтарымен шертсем, ол сенің бір жеріңді тістеп алады деп одан құтылады. Содан Райландар олардың арттарынан аңдиды. Көзі көрмесе де шал отын жарып үй тіршілігін жасайды. Феникстерде үйге оралады. Түнде Эрнандес қайтып жатып, жолда бір көлік тұрады. Шетке кетпеген соң қыз көлікке жақындап, онда әлгі Райландар екенін көреді. Араларында бір-екі сөз жүріп, қыз қаруын көрсетіп, көлікті алып тастауларын сұрайды. Өзінің көлігіне отырып, олардың көлік нөмірін жазып алады. Қасынан өтіп кетіп, кейін полицияға қоңырау шалатын кезде, артынан шыққан бұзақы қылқындырып, басынан балғамен ұрып өлтіріп тастайды. Шал қызына бір айға арналған оқулықтарын беріп жатқанда, Феникс мен шынайы мектепте оқығым келеді. Достарымның болғанын қалаймын десе, бір кездері мен қызымды жоғалтып алғанмын, енді жоғалтпаймын деп, оны ешқайда жібергісі келмейді. Содан иттері бірдеңе сезіп, алға қарай кетіп, жерді иіскелеп жүреді. Ал Феникс әлгі балалар паналайтын жердің қағазын алып, сол жақты армандағандай боп отырады. Әкесі итіне тамақ бермек боп, соқырлығына қарамай, көретін адамдарша жүреді. Сыртқа шығып, ыдысына салатын кезде, алдыңғы тамағының желінбегенін біліп, бірдеңеден сезіктенеді. Ішке кіріп, киімін киетін кезде, екі бұзақы тұрады. Олар оның соқыр екенін түсініп, ештеңе істемей кеткенін күтеді. Ысқырып итін іздеп кеткенде біреу жоғары көтеріледі. Ал Феникс сол орнында ойланып отқанда сықырлаған дыбысты естіп, дәліз жарығы жанады. Кейін басқаның аяғын көрген ол кереует астына жасырынады. Еркек бөлмені қарап, кереует матрасын көтеріп көреді. Қыз жоқ болады. Ары қарай қарап жүргенде қыз шкаф астына тығылыпты. Сағатына оятқышты қосып, әрірек лақтырады. Шкафты тексеріп жатып, сағат шырылдайды. Шырылға кеткенде қыз қашпақ боп бөлмеден шығатын кезде екінші бұзақы көтеріле бастайды. Тез жарықты сөндіріп қашып, олардан тығылып жүреді. Ал мына жақта әкесі итті тауып, оны атып өлтіргенін біліп, түрі өзгереді. Феникс кіреберіс есігінен қашпақ болғанда оған оқ атып тоқтатады. Есікті жауып, қызға қаруды кезеп тұрғанда қызына жәшікке жүгір деп бұйырады.
Жертөлеге түсетін кезде екінші бұзақы есікті итеріп қап қызға тиіп, ол баспалдақпен домалап құлап қалады. Шалдан құтылып қызға бар дейді. Феникс болса тез темірден болған және осындай жағдайларда қорғану үшін жасалған жәшікке кіріп тығылады. Бұзақы оны аша алмай төбедегі тор тесікті көріп кетеді. Шал жарақатын жамау үшін желім құйып отырады. Біреуі қанның іздерімен оның гаражға кіргенін түсініп, есігін ашып оны іздейді. Кейін қанды көлік жақтан көреді. Жақындап қарағанда шал айла жасап оны қылқындырады. Атылғанды естіген екінші бұзақы гаражға жетіп аңылдаған досын тауып, оның аузы мұрнының желімделіп тасталғанын көреді. Демала алмай жатқан оның бетін тесіп демалдырады. Айналасына қарап соқырдың медальдарын байқап, оның бұрын спецназ болғанын түсінеді. Досы банканы сындырып, шишамен желімделген аузын тіліп ашып, оның көзін жояйық дейді. Феникске су толтырып, оның шыққанын қалайды. Екеуі гараждан келгенде шал жертөле есігін жауып қояды. Ол сен жаққа кетті деп достарын құлақтандырады. Мойнына дейін суды толтырып, шалды күтіп алмақ болады. Тоқты көрген ол басын ашып, суға жеткізбей сымды түсіріп, шалдың шыққанын қалайды. Шал кішкентай газ баллонын ашып лақтырып, қаруды пайдалана алмайтындай қылады. Содан екеуі жекпе-жекке кірісіп, бір-бірін аямай соққылап, жеңілмеуді ойлайды. Шалда соқырлығына қарамай, еңгезерде еркекке тойтарыс беруге тырмысып, оның мойнынан ұстайды. Сол кезде судың кранына қолы тиіп, қосылып кетіп, жәшікке су аға бастайды. Қыз есікті ашуға күші жетпейді. Бұзақы шалдың қолдарынан тәсілін тауып құтылып, оны ұрып теуіп құлатады. Шал жердегі сымды тартып, қызын тоқтан құтқарады. Тез темір үстелді өзіне қарай жатқызып, тоқтан ұшқын жасап, айналаға тараған газ тұтанып кетіп, отқа оранады. Кейін Райландар жетіп, темірмен есікті ұрып, сындырып кіруді ойлайды. Су толғаннан Феникстің ессіз екенін көреміз. Әкесі жылдам төбедегі тесіктен су ақсын деп оны құлатып, есікті тартып ашып, оны аман алып қалады. Жылдам ол жақтан кетуге асығады. Райландар есікті бұзып ішке кіреді. Жертөледен сыртқа шығатын есіктен қашып, жауып жатқанда бұзақылар сонда кеткенін түсініп, оқ атып теседі. Бау-бақша сарайына кіріп тығылады. Бұзақылар жан-жақтан қоршап, іздеп, Феникске бізден қорықпа, қасыңдағы адамнан қорық, оның құпиясын білемін дегенде шал ашуланып оған тап береді. Алайда бұл жолы оны ұрып талдырады. Ататын кезде қыз қаруын итеріп жіберіп, оны қорғап қалады. Сол кезде Райлан қызды тыныштандырып, мен есіңде емеспін ба? Былайша деп бас киімін шешіп, Феникстің басындағыдай бір түйір ақ шашын көрсетеді. Көп жыл алдын үйіміз өртеніп, мені кінәлі танып, түрмеде 8 жыл отырып шықтым. Мен сенің тірі не өлі екеніңді білмедім дейді. Яғни Феникстің шынайы әкесі екенін түсінеміз. Сөйтсе шал өрттен қашып, есінен танған қызды байқап, оны үйіне әкетіпті. Жаңалықтан өртенген үйде есірткі жасайтын лаборатория болғаны, көптеген қылмыс жасаған күдікті ұсталды деп хабарлайды. Шал жаман әкеден қорғау үшін қызды ешқайда шығармай үйде ұстаған екен. Осылай шындықтың беті ашылып, шалды қызының көзінше емес сыртқа шығарып өлтіруге бұйрық береді. Оны басынан тартып шығаратын кезде шал басымен ұрып тез гүлдер арасына қашады. Артынан оқ атқанымен оған тимей терезені сындырады. Қашып кетті деп ойлап, Райлан қызды бір нөкеріне тапсырып, өздері шалды іздеп кетеді. Феникс жібер деп қарсыласып, кейін аяғына айырды тығып алады. Қызды ұрып өзі айырды шығарып, саған жақсы үлгі көрсету керек екен ғой деп оны ұстамақ болғанда, оны шал ұрып бақша темірмен мойнына қадап, күрекпен қыздың көзінше соққылап өлтіреді. Феникс қорқып тоқта деп айқайлап доғарғанын қалайды. Қыздың дауысын естіген Райландар тез бақшаға келсе, достарының өлгенін көреді. Фениксті қолынан тартып ертіп келеді. Райландар шалдың киімін өздері әкелген иттеріне искеттіріп, оны тап дейді. Жасырып қойған тапаншасын алып, үйдің төбесіне көтерілмек болғанда, қыз Райланның сөздерінен кейін күмәндана бастап, бұл рас па, менің шын атым кім деп білгісі келеді. Сол кезде итте жетіп оларға қарай жүгіреді. Шал жоғарыға оқ атып, итті тоқтатып, қызға қаш дейді. Ол бөлмесіне кіреді. Шал тез төбеге асыққанда, итте артынан қалмай, ол да шығады. Иттен құтылуды ойлап, заттарды құлатып одан қашады. Феникс болса сөмкесін арқалап, терезені ашып, құбырға жармасып жерге түседі. Қызды бәрібір ұстайды. Аузына шүберекпен басып ұйықтатады. Кететін кезде бөтелкеге дайындап қойған жарылғыш заттарын жағып, үйге лақтырып өртей бастайды. Шал ол кезде итті темірмен қамап, өзі төмен түсіп жатқанда бөтелкелер ұшып, барлық жақ отқа оранады.
жануарды босатып, қашқан иттің артынан еріп келе береді. Ит үйден шыққанда шалдың алдынан от лапылдап, ешқайда қаша алмайтын жағдайға түседі. Сөйтіп, амал жоқ терезеден секіріп, бақша шатырына құлап, ол да шытынап сынып, ішке құлаған ол сыртқа қарай сырғып шығып кетеді. Райландар өздерінің ескіріп қалған қонақ үйлеріне жайғасады. Қыз есін жиғанда Райлан онымен сөйлесіп, қыздың қойған сұрақтарына жауап беріп, сенің атың Тара, шалдың айтқандарының бәрі өтірік дейді. Мен бір балалар паналайтын жерді білемін деп кеткісі келгенде, сені ешкім ұстамайды деп бос жібереді. Қонақ үйден шығатын кезде мүгедек арбамен бір әйел көрініп, Феникстің кішкентай кезінде анасы айтқан әнін шырқайды. Қыз әнді естіп, тоқтап бұрылады. Әйелдің түрі көрініп, сенің анаңмын деп білдіреді. Қатты қуанбаса да, іштей анасын көргісі келген ол бір-бірлерімен құшақтасады. Сөйлесе келе анасының ауру екенін, яғни дайындаған есірткінің арқасында ауруға шалдығып, жүрекке де әсер етіп, өмірі аз қалғанын жеткізеді. Қызға шырын беріп, анаңның өмір сүргенін қалайсың ғой? Ол үшін тікелей туысының жүрегі керек дейді. Яғни қыздарын сағынғаннан емес, жүрегі керек болғаннан іздегенін түсінеміз. Шырынға қосылған дәріден ол ұйқыға кете бастайды. Есінен танып қалған шал оянады. Үйі күл-талқанға айналыпты. Ақылды болған ит құтқарғаны үшін оған тиіспей қасында отырады. Соқырлығына қарамай, есту деген секілді басқа сезім мүшелері жақсы дамып, сол арқылы ол бір шықырлаған дауысы құлағы шалып көлікке келеді. Сөйтсе іштегі іліп қойған шыңғырлақтар екен. Ол Эрнандестің көлігі боп шығып, оның өлгенін түсінген шал жылап өкінеді. Кейін сол көліктен пышақ, тағы басқа керек заттарды алып, итке әлгі шыңғырлақты байлап үйге апар дейді. Яғни солай қылмыскерлерді табуды ойлайды. Сөйтіп қыз бен анасын жатқызып, отаға дайындалады. Қыздың жүрегін кесетін кезде жарық сөніп, жұмыс тоқтайды. Не болғанын біліп келуге барған жігіт төмен түсіп, жарықта қайта қосады. Сонда қасында шал тұрып, оны ұрып, екеуі арпалысады. Пышақпен сымдар кесіліп, жарық тағы өшеді. Осылай екеуі ара төбелесіп, жігіт жеңіп жатып, оны балғамен ұратын кезде, шал оның қолын қайтарып, шыңғырлақты аузына тығып, тамағынан ұрып жібереді. Жігіт жүргенде тамағында сыңғырлап дауыс шығып, соны естіген шал оған балғаны лақтырып өлтіреді. Райландарда шалдың келгенін түсініп, қыз бен әйелді алып кетпек боп, шалға қарсы аңшылыққа шығып, 4 жігіт астына түсіп іздейді. Шал өлген адамдай жатады. Үшеуі тексеруге жақындағанда, оларды тапаншамен атып көздерін жояды. Тек бір жігіт қана қарсы атпай, қызға жаны ашыған олар оны өлтірмекші, сенің арт жағындағы баспалдақ соларға апарады деп оны асықтырады. Ұзын пышағын ұстап, солай қарай кетеді. Райлан қыз бен әйелді итеріп келе жатып, қорыққан дәрігер ісін аяқтаудан бас тартып қашқанда, шал оны өлтіріп салады. Райлан атып, кейін алға жақындап, өлген дәрігердің қасында құтылар ысылдап, жан-жақтың бәрін түтін басады. Феникс қашуға талпынады, бірақ қолдары анасына кісенделген. Шал жігітке әр жерден шабуылдап, тап беріп, қаруын түсіреді. Екеуі пышақ сермеп, бір-бірін өлтіруге талпынады. Сөйтіп тапаншаны көріп, сонымен әйтеуір соқыр барау деген жерге атады. Сол кезде ыңырсыған дауысты естіп, қолға түсті деп ойлағанда, оқ әйелге тиіпті. Ашуланған Райлан шалға қарсылық көрсетіп, оның пышағынан айырып, оны ақырындап соққының астына ала бастайды. Ал әйел әлсіреп, арбаның пультына қарай қисайып, арба алға жүріп, суы жоқ бассейнге қарай бет алады. Қолы кісенделген Феникс барынша темірлерден ұстап қалуға тырысады. Бірақ арбаның күші оны тартып, шұңқырға құлап, әйел қолына ілініп қалады. Сонда қыз жанында жатқан пышаққа көзі түсіп, оны амалдап алып, анасының қолын кесе бастап құтылуды ойлайды. Алайда бәрібір бірге төменге құлайды. Шалды пышақтап жатқанда, жігіттің өз иті оған шабуылдап, оны бір сәтке құтқарғандай болады. Итті терезеден лақтырып, сынған жерді жауып қойғанда, артынан келген шал тап беріп, қазір менің не көретінімді көресің деп көздеріне саусақтарын тығып алады. Фениксте есін жиып, кесілген анасының қолын тартып, пышақты алып жоғары көтеріледі. Шал оны тоқтатып, жақындама, оның айтқанының бәрі рас. Мен сенің әкең емеспін. Мен көп адамды өлтіргенмін, зорлағанмын. Мен жексұрын құбыжықпын деп ақиқаттың бетін ашып, саған менің қасымда болуға болмайды деп кетуін қалап, қызды қуады. Феникс қорқып кетеді.
Әлсіреген шал өкініп отырғанда өлмеген жігіт артына пышақты сұғып, оның мойнын тілетін кезде оғанда пышақ сұғылады. Сөйтсе Феникс екен. Тәлтіректеп барып әйелінің қасына құлап көз жұмады. Жарақатын басып, мен сені құтқарамын дегенде, шал сен әлде қашан құтқардың деп сол жерде жан тәсілім етеді. Қыздың көзінен жас ағып, амал жоқ, шалды тастап қонақ үйден кетеді. Кейін өзі қалаған балалары үйіне кеп амандасып, мені ұжымдарыңа қабылдайсыңдар ма деп тіл қатады. Жақсы деген қыз атын кім деп сұрайды. Өзінің шынайы атын білген ол оны атамай, шалдың қойған есімін атап, Феникс деп айтып, фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.